Президент Қасым-Жомарт Тоқаев балалар әдебиетіне жыл арнауға ұсыныс берді. Кітапхана ісін қолға алуды тапсырды. Президент айтты, халық іліп әкетті. Рухани құлдыраудың басты себебі интеллекттің тозғандығы. Интеллектуал ұлт кітап оқыған қауымнан шығады. Сәуір айында министрліктен қабылданған мектептегі кітапханалардың дамуының кешенді жоспарының орындаушыларының біріміз. Яғни кейбір іс-шараларға қатысымыз бар. Кітапханаштың заманауи образын қалыптастыру, кітапхананы кітап қоймасы ғана емес, рухани азық алу, солайша тынығу мекеніне айналдыру міндет, уақыт талабы. Сол үшін де Нұр-Сұлтан қаласының білім беруді жаңғырту орталығы, білім және ғылым министрлігінің жылдық жоспарына сәйкес республикалық ғылыми-педагогикалық кітапхананың жетекшілігімен Халықаралық мектеп кітапхана күніне орай кітап білім бастауы атты мектеп кітапханаларының апталығын ұйымдастырды. Қазақтың әдемі бір сөзі бар, сиыр су ішсе, бұзау мұз жалайды дейді. Біз балалар кітап оқымайды, жастар кітап оқымайды деп кінәламас бұрын үлкендер кітап оқу керек, ұстаздар кітап оқу керек, ата-аналар кітап оқу керек. Сол мақсатта біз ұстаздар арасында, оқушылар арасында, кішкентай бастауыштың балалар арасында әртүрлі деңгейіне арналған кітаптардан үлкен сайыстар ұйымдастырып жатырмыз. Және оларға үлкен көлемде жүлде тігіп бастадық. Ұлттық гимназия құруды мақсат тұтқан 90-шы мектептің ішкі атмосферасында бала танымын кеңейтуге бағытталған. Ғимарат дәлізіндегі алаш қайраткерлерінің бейнесі мен афоризмдері, кітапты ауыстырып оқуға арналған сөрелер, өңделген кітапхана кейпі, барлығы білім бұлағы кітап екендігін айшықтайды. Бұл орталықта бір жағымызда ұлттық кинофильмдер, қазақтың кинофильмдері, анау тар заманнан, кейкі мергеннен, қазақ хандығынан бастап, Құнанбайдан бастап үлкен фильмдер қойылды. Бір жағына қазақ классикалық әдебиеті, көшпенділер алтын ордадан бастап үлкен кітаптардың электронды нұсқасы қойылды. Ал мын жағында үлкен кітап сөрелері мен жасақталған. Бұл тұрған жер негізі оқулық қоймасы болды. Біз оқулық қоймасын басқа жақтан ұйымдастырып, бұл жерде балалардың емін-еркін біреу отырып оқиды, біреу жатып оқиды, біреу тұрып оқиды деген сияқты кітаптың мүмкіндігіне жасадық. Өйткені бала көргенін істейді, айтқанды емес. Бұрын балалар кітапханаға келгенде тек үстелге келіп отыратын еді. Мұнда еркін отырады оқушылар. Оқырмандар өздерінің іздегенін қажетті қолжетімді түрде таба алады. Электрондық нұсқалары QR кодпенен жасалынған, назарларына ұсынылып тұр. Төменде мысалы Абай атындағы кітапхана деп, электронды мобильді кітапхана деп стенд жасап қойдық арнаулы. Міне осыдан кітапхана қорындағы сөресіндегі жоқ кітаптарды, әдеби шығармаларды өздері қолжетімді тауып ала алады. Сондықтан біздің осында Каваркенің алаңында ашылғалы оқушылардың ынтасы, кітапқа деген қызығушылығы артты. Сонымен қатар апталық аясында мектеп кітапханалары жоспарға сай түрлі іс-шаралар өткізді. Атап айтсақ, ертегілерді дауыстап оқу, жаңа кітаптарға шолу, кітап бүктемелері мен ашық хаттар шеру секілді байқаулар ұйымдастырылды. Миллиондан 13 теңгеге көркем әдеби кітаптар сатып алдық. Бұнда бабалар сөзі деген кітап сериясы менен 100 томдығы сатып алдық. Және 659 дана қиял ғажайып ертегілер, түрлі қазақ ертегілері, жалпы бастауыш төменгі сынып оқушыларына арналған ертегілер кітаптарын сатып алдық. Сараптама көрсеткендей, мектеп кітапханасындағы кітаптың 80% оқулық, қалғаны көркем әдебиет. Қазақ тіліндегі шығармалар тіптен аз. 2025 жылға дейін мектеп кітапханаларын кешенді дамыту жоспары қабылданды. Олай етпесе, жалпы халықтың білім өрісі төмендеп кеткен. Әдеби мәтіндерді оқу мәселесі біздің республикамыз үшін әжептәуір проблема. Мысалы 2018 жылы біз пирлс зерттеуіне қатысып, сондағы байқағанымыз бастауыш мектептен бастап балаларымыз әдеби оқудан гөрі ақпараттық оқуға көбірек басымдық береді. Бұл жақсы тренд емес. Білім жүйесі мықты елдерде әдебиетті оқу бастауыштан мықтырақ тұрады. Ал біз сол кездегі зерттеудің нәтижесі бойынша кішігірім Араб және Азия елдеріндегідей
сондай бір тренд алып тұр. Енді жергілікті атқарушы органдар көркем әдебиетті сатып алуға міндеттелген. Мектеп кітапханаларында коворкинг орталықтары ашылуы тиіс. Алдағы уақытта кітапханашы статусын педагогке теңестіру қарастырылуда. Сәйкесінше айлықпен бөлінетін қаржы өседі. Кітап білім бастауы атты кітапханашылар апталығында айтылған өзекті дүние осы.